ауылдарына. Ырыс тұнған орман тау тасы менен, өзен көл жасыл алқап асыл мекен, білеміз бе қасиетті қойнауында қаншама тылсым сырлар жатыр екен. Жеттік пе қадіріне туған жердің киесін, қазынасын нәсіп еткен. Жеттенді, жасау керек қаламаттар, еркектің намысқамын азаматтар. Күн туды, ел тағдырын қолғалады мойныңда, білесің бе аманат бар. Сондықтан азаматтар тұрш сапқа, қамшалып қолдарыңа қоншаққа, тазартып жын шайтаннан хикмет таш әлемге үлгі болар еліңді ақта. Елдің, ұлттың ертеңгі қамы десең, кетті ғой тілдің сақтан қанша месең, ізімен бабалардың өмір баста, бәрісін ақ алмастай кесіп пішкен, айбыныңмен, еркектік сесіңменен, ұрпақ көбей, әйел ал 4-тен 5-тен, нағыз елдің жаны да малы өскен, солайша өз орны да болған үстем. Қазақтың қасқа жолы жарғыларын атқармай елдік салтқа қан қылар кім, бастасын ерлер нағыз еркекше іс, пак ұстап, жан, тән, иман, ар-ұлданын аналарға жасатсын, жан ұжмағын бақытты етсін, елін, ұлт ұрпағын. Ал енді азаматтар айтыңдаршы, орынсыз ба жыр тілек бұл арман?